ерекше танысу. Димаш Құдайбергеннің фанаты, Швейцария бөрінде Эстер ханым. Саламатсыз ба? Hello, how are you? Саламатсыз ба? Мінекей, қазақша үйреніп, бізге қош келдіңіз. Қазақтың ұлттық оюы Швейцарияда. Одан кейін мына сырғасын қараңыздар, қандай әдемі, иә? Эстер ханымның жасы 68-де. How old are you? 68-ге толасыз. Тура айтыппын, мінекей, керемет. Ерекше танысу, кездесу. Өзі күтіп алды. Мына трамвайға да отырып жатырмыз. Мен айтам, ақшасын төлейін десем, жоқ, төлеме деп өзі билет алып, ерекше үйіне қонаққа барып жатырмыз. Қызық, е? Авалон деген немерем бар дейді. 12 жаста. Біз Эстер ханымның үйіне келдік. Мен таң қалып тұрмын, шыны керек. Біздің қазақтардың үйінде бұндай көп нәрсе жоқ қой. Мына қарашы, мен келгелі кіре сала бізге аяқ киім ұсынды. Қазақтың аяқ киімі. Одан кейін Абайдың кітабы. Мына жерде Дайдидау Димаш, міне қазақтың ұлттық салт дәстүрлері деп кәдімгідей бүкіл дүниені зерттеп жүргендей бұл кісіше қызығып. Одан бөлек Абайдың әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан әр қалан деп өлеңінде жазып қойған екен. Тамаша. Одан кейін мына көрпе жастықтарды қараңыз. Көрдіңіздер ғой? Бұның барлығы әрине енді Қазақстаннан келген сыйлықтар деп айтып жатыр. Бұйырса бізде бір шапанды береміз бұл кісіге. Одан кейін мінекей Димаш жайлы кітап жазған, менің өмірімді қалай өзгертті деген қазақ тілінде, сосын мына жағын ауыстырсаңыздар ағылшын тілінде де жазылған суреттермен. Одан кейін бұл кісі біздің Қазақстанға келген кездегі түскен суреттері, марқұм Дулат ағамен түскен суреті бар. Дулат ағамыздың жатқан жер жайлы болсын. Димашпен түскен суреттері бар. Астананың мешітін қойып қойған. Қараңыздар, біздің қазақтарға, қазақ еліне деген құрмет ерекше. Одан кейін kitchen жүріңіз, ас үйге барай. Мынаны қараңыздар. Шапан, қазақты көшеде киіп жүреді бұл кісі. Өте сондай бір ашық жарқын ерекше адам екен. Тақиялары бар мінекей. Мынаны қараңыздар. Димаштың концертін алған билеттері бәрін сақтап жүр. Үйі кәдімгі бір мини музей секілді. Міне Қазақстанның туымен, Қазақстанның шоколады бар. Көрдіңіздер ғой? Қандай? Міне Димаштың нағыз фанаты. Және де мінекей Света ханым, Қанат ағамен түскен суреттері Димаштың бәрін іліп қойған екен. Одан бөлек ас үйге қарай жүрсек, жаңа мынаны қараңыздар, мына бөлмесін барлығын көрсетейін енді. Қазақстанның туы, шапандары. Көрдіңіздер ғой? Мына қараңыз. Мен айтам да, менің үйімде ту ілініп тұрады, бірақ көптеген қазақтардың үйінде мынандай ту іліне бермейді негізінде. Very good. Рахмет, мінекей, қош келдіңіз деп бізге қазақшалап айтып жатыр. Ас үйде ғана фартуқты да қараңыздар, қазақша. Алжапқыш фартук. Маған айтып жатыр, не? Көрдіңіздер ғой? Керемет. Көрінді осындай. Шоппер. Бізге шоколадтарды да дайындап қойған екен, қонақ гифт деп. Біз өзің қайсыздан тұрмыз, мен айтам да, бұйырса жоспарда болған жоқ дегіз. Инстаграмда апамды көріп қалдым да жаздым. Бірақ бізде гифтті береміз, бұйырса сыйлықты. Күшті. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Жақсы, аман есен, Әділет. Қош көрдік, сені таныстырып жатыр Эстер ханым. Қазақтың тарихын, мәдениетін, қазақтың тілін осы жігіт маған үйретіп жатыр деп саған видео звондап жатыр. Солай ма? Иә, рахмет. 2 жыл болды ғой дейм, иә? Иә, Швейцарияға барып өтесіз,
Иә, сол Швейцарияда бөрінді бұл кісі өзі күтіп алды, пойыз неден, вокзалдан күтіп алды, өте қуаныштымын. Қош келдіңіз деп. Сізді қараймын ғой, мен білемін ғой сізді. Қуаныштымын. Рахмет, жарайсың Әділет. Мен де қуаныштымын мінекей. Осындай жігіт Эстер ханымға үйретіп жүр қазақ тілін. Көрдіңіздер ме? Үйренем деген адамға шек жоқ мінекей. Әділет, сен қай қаладансың? Мен Алматыдамын. Бұл Алматыда. Эстер ханым бөрінді мінекей. Швейцарияда тілді үйретіп жүр. Ал бізде кейбір қазақтар бар. Қазақстанда тұрып, қазақ тілін менсінбейтін адамдар бар, өкінішке қарай. Қазақ бола тұрып, балаларын орыс мектебіне беретін азаматтар болған кезде күйіп пісіп кетесің. Ал енді мінекей, Эстер ханым жасы 66 жастан бастап үйренді ғой дейме шамамен? Иә, сондай болды. 65 жастан бері, иә. Димаш Құдайберген туралы. Иә, көрдік, мен жаңа көрсеттім, бұйырса барлығын инстаграмға салам. Бұл мен үшін де бір керемет естелік, әрі Швейцариядағы саяхаттан да жақсы бір ой аларлық нәрсе деп ойлаймын, және де оқырмандар да ой түйетін бір видео болмақ бұл. Күніне қанша сағаттан үйретесің тілді? Күн ара деді ғой дейме? Жоқ, мен қазір жалпы өзімнің жұмысым бар. Бұл кісілер бізде бір 3-4 адам бар. Қызыққан соларға ғана. Мен жалпы былай негізі кәсіби емес. Жақсы, қуаныштымын өте. Үйрете бер. Сен де логин белгілеп қоярмын. Маған жазып қойсаң, Дәулет Мұқаевқа. Жарайды. Жақсы. Рахмет. Сау бол дейді. Мінекей, жаңа көрдіңіздер ғой, вокзалдан күтіп алып, үйіне осындай қонақ жайлығын көрсетіп, шай алып келіп, арнайы қазақтар Ташкент шайын жақсы көреді ғой деп. Одан кейін күйеу баласы пицца істеп берді. Осындай қонақ жайлығын көрсетіп жатқан Эстер ханымға мың алғыс. I'm very glad. God bless you. Thank you. Thank you. Come to Kazakhstan. Thank you. Димаштың мінекей, Димашқа ерекше рахмет. Осы Димаштың ән өнерімен, мәдениетімен осындай бүкіл әлемнің фанаттарын біріктіріп, және де жай оны біріктіріп қана қоймай, қазақтың тілін, мәдениетін, тарихын үйрете білді. Рахмет, Димаш, жасай бер. Эстер ханымға риза болдым. Тамақ барлығын ішіп болсақ, бата берейік дейді. Өзі айтып жатыр, бата. Aska adıldak yersin, baska adıldım yersin. Vasındai dastarхан үшін рахмет. Ой, керемет, әумин. Айтқаныңыз келсін. Соңында Эстер ханым өзінің кітабын сыйға берді. Димаш Құдайберген, Қазақстан менің өмірімді қалай өзгертті деген кітапқа қараңыздаршы. Лаура Дәулет, мен сізді жақсы көремін. Эстер деп бүгінгі күніне жазып берді. Thank you.